Қайырлы күн, ағылшын тілін нөлден бастап оқып үйрену атты курсының екінші сабағы. Бүгін, егер сіз сабаққа ең алғаш рет келіп тұрған болсаңыз, онда сіз бірінші сабақты міндетті түрде қарап алыңыз. Сосын барып екінші сабаққа келесіз. Ал енді біз қазір бастайық. Жалпы бізде бірінші сабақта қанша әріп бар, қанша дауысты дыбыс бар. Дауысты дыбыс ол короткий, яғни краткий, қысқа, ұзақ және дифтонг, трифтонг болып бөлінетіндерін қарастырған болатынбыз. Кішкене бір қайталау ретінде айтып өтейік. Бізде қысқа айтылатын дауысты дыбыстар А, О, У, И, Е, Ә және Ә. Енді ұзақ айтылатын дыбыстар А, О, яғни қос нүкте ұзақ айтылатынды білдіреді. А, О, У, И, Ә. Ал енді дифтонгтар, екі дыбыс, трифтонгтар, үш дыбыстан тұратын дыбыстар. Ай, ой, ей, ау, ау, уа, то есть ия, эя, ия. Ая, ауа, ю, юа, то есть мынау бізде уа. Ал бізде осы бойынша бірінші сабақта қарастырдық. Ал енді біздің бүгінгі сабағымыз қысқа дауысты дыбыстарға тоқталамыз. Ең бірінші қысқа дауысты дыбыстардың айтылуы. Ат айтып тұр, қысқа деп. Ал кеттік онда. И. Қазақ тіліндегі и дыбысы секілді оқылады. Мысалы, did, will деген секілді. Бұл бізде и дыбысы. Ал кеттік келесі. А дыбысы О әріпі мен А әріпінің қосындысы екпін түспейтін дыбыс. Мысалы, cup, чашка деген сөз, cup. Екіншісі cut. Мен А деп тұрған жоқпын, кішкене cut. Екпін түсіп тұрған жоқ, жабық буын болып тұр. Тіл кішкене артқа ортада тұрады, артқа кішкене шегіне отырып А. Ал кеттік онда келесі. Ол қазақ тіліндегі О дыбысына ұқсас дыбыс. Оны айту кезінде сіз аузыңызда А деп айтатындай етіп ашып алып, тіліңізді артқа қарай шегіндіре отырып айту керек. Мысалы, not емес та, not десе ерін алға қарай дөңгеленіп, созылып кетеді ғой. Ал бұл жерде кішкене шегіндіре отырып ерінді дөңгелектемейміз. Not, on деген секілді. Сонда бір ағылшын тіліндегі дыбысты дұрыс айтатын боламыз, достар. Келесі, бізде you сөзіндегі қазақ тіліне ұқсас. Екпінсіз О дыбыс секілді мылқау, деген секілді. Оны айтқан кезде ерінді қатты алға шықпайды. Мысалы, бұл емес та уже, бұл, put деген секілді. Егер сіздерге кішкене жылдам болып жатса, скорості төмендетуге болады. Егер бұл баяу болып тұрса, скорості керісінше көбейтуге болады. Бұл өзіңіздің қабылдауыңызға байланысты. Қазақ тіліндегі Ә дыбысы секілді қысқа айтылады. Ә. Тіл артқа қарай шегіндіре отырып, орта буынды ұстап отырып айтамыз оны. Қазақ тілі секілді Ә емес, достар, Ә. Puzzle, case деген секілді. Кішкене өзге тілдер, мысалы, қалай айтсам болады, орыс тілі, корей тілі немесе жаңағыдай жапондар бұл дыбыстарды айту кішкене қиындау, өйткені бұл дыбыстар әсіресе орыс тілін алайықшы, орыс тілінің өзінде жоқ, сондықтан олар кішкене эге ұқсатып барып айтады, ал бізге бұл оңай деп ойлаймын, өйткені бұндай әріп бізде бар. Алфавит бойынша екінші Ә деген дыбыс секілді. Келесі, яғни қазақ тілі сияқты емес та, то есть этот деген секілді эге, алайда екпін түспейтін дыбыс айтамыз. Red, tent. Мен red, tent деп тұрған жоқпын, балалар? То есть red, tent. Тікелей эге қатты ұқсайды. Алайда бірақ екпін түспейді. Red, tent деген секілді. Окей, кеттік онда. Көбіміз осы әріпті оқи алмаймыз, то есть қазақ тіліндегі Ә дыбысы секілді қысқа айтылады, Ә. Алайда бұл А мен Ә дыбысының екеуінің қосындысынан шыққан дыбыс. Оны айту кезінде кішкене ерніміз еге ұқсайды, бірақ аузымызды күрт ашып алмауымыз керек. То есть кішкене Әге де ұқсайды, Әнің екеуінің қосындысы Ә. То есть мысалы, lamp деп тұрған жоқ, немесе lamp деп тұрған жоқ, сол екі дыбысты қосамыз. Lamp, лампа, lamp. Carrot, сәбіз, carrot деген секілді.
Ал кеттік енді біздің осы өткен дыбыстарымыз бойынша қазір жаттығу жасап көрейік. Сіздер қаламдарды прям қойып қойыңыздар, мен айтамын, сіздер менімен бірге қайталаңыздар. Сосын барып пауза жасап қойып өздеріңіз оқып шығыңыздар. Келесі кеттік онда. Біріншісі и, ұзақ қой. И, 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 и. Ал кеттік онда келесі. А, а, ал кеттік онда келесі. Қос нүктені байқап жатсаңыздар, ұзақ қылып айтып жатырмын. Кейін екі қос нүкте тұр. О, то есть о емес. О. Мен о деп тұрған жоқпын, қазақ тілі сияқты. Иә, кішкене тілді артқа шегіндіреміз. О. То есть о. Ал кеттік келесі. Қайталап айтамын, мен өзім қателесіп отырып қараңыздар. Келесі. У, иә? У. Мына жаттығуды қазір кішкене өздеріңіз стопқа қойыңыздар, паузаға, сосын өздеріңіз қайталап шығыңыздар. Тіпті мен өзім мына төрттің өзіне кішкене қателестім. Алайда дұрыстап реттедім, иә? Соған назар аударыңыздар. Ал енді келесі кеттік, бізде дифтонг деген нәрсе бар. Дифтонг деген дыбыс бар, иә? Бұл екі дыбыстан тұратын дауыс дыбыстар. Жалпы бірінші дыбыс екпінді, яғни ол барынша үлкен күшпен айтылады. Назар аударамыз. Дифтонгтар бойынша ең біріншісі ия, хия деген секілді. Екіншісі wait. Келесі уа, tourist. Келесі ой, бой. Келесі әу, show. Next эя, heya деген секілді. Келесі I, my. Ау, cow. Бұл бізде дифтонгтар екен. Ал қазір сіздермен бірге жаттығу жасап көрейік. Оқимыз. I. Ары қарай өздеріңіз оқыңыздар. Пауза қойып, келесі. Мен ей деп тұрған жоқпын, иә? Кішкене экскаватор дегенде келеді. Дальше өздеріңіз. Келесі. Мынайын толы оқимын, өйткені әртүрлі дыбыстар, дифтонгтар. Ой, деген секілді. Келесі. Ау. Келесі. Оу. Келесі. Ау. Сіздер пауза қойып, ары қарай өздеріңіз оқыңыздар. Келесі. Ия. Келесі. Уа. Келесі. Эя. Келесі. Ия. Уа. Эя. Уа. Эя. Ия. Уа. Эя. Сіздер де осылай оқуды ұмытпаңыздар, жарайды ма? Сіздер осы дыбыстармен таныс болғаннан кейін кез келген сөздікті ашып, сөздердің оқылуын транскрипциялауды білетін боласыздар. Және сөздерді дұрыс айтасыздар. Айтуды үйренесіздер, иә? Одан кейін келесі 4. Ау. Оу, ия, уа. Эя, ау. Оу, ия, ай. Ау, оу, ия, уа, эя. Ау, оу, ия. Ал достар, бүгін біздің екінші сабағымыз аяқталды. Бұйырса, келесі үшінші сабақта жүздескенше. Ал оқушылар, осымен сабағымыз аяқталды. Енді сіздер міндетті түрде жаттығуды жасауды ұмытпаңыздар.
Үшінші сабақты бұйыртса ертең емес арғы күні салатын боламын. Аптасына 2 рет, 3 рет сабақты салатын боламын. Сіздер міндетті түрде каналға жазылып алыңыздар, сіздерге уведомление батырмасын басыңыздар, сіздерге уведомление болып барады. Достар, бүгін 2-ші сабағымыз тамамдалды. 3-ші сабақты бұйырса ертең емес арғы күні салатын боламын. Аптасына 2 рет, 3 рет сабақ салып отырамын. Примерно бұл 0-ден басталған курсты сіздер 2-2,5 айда аяқтайтын боласыздар. Және әрине бұл абсолютно тегін, мүмкіндікті пайдаланып алыңыздар. Егер сіз бұл каналға жазылмасаңыз, міндетті түрде жазылып алыңыз, өйткені сіз сабақ салынған кезде сіздерге уведомление болып баратын болады. Және достарыңызбен бөлісіп, комментарийға өздеріңіздің пікірлеріңізді қалдырыңыздар. Сіздермен болған Ақнұр Бейсенбайқызы, келесі сабақта кездескенше. Goodbye.